Адам баласы дүниеге келгенде, жаратушы ие әр пендесіне бір-бір қасиет дарытады екен. Біреу батыр, біреу ақын, біреу шешен, біреу көсем демекші, білім мен тәрбие үшін туған адам болады. Ондай тұлғаны ұстаздық үшін жаратылған жан деп атайды. Біз үшін тумысынан педагог болып жаратылған жан Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, Қызылорда облысы білім саласының құрметті қызметкері Қуатов Үргеншбай Қыстауылы. 1949 жылдың 19 мамырында дүниеге келген Арал ауданының Ақирек деген ауылында Қыстау әке мен Жұмагүл ананың шаңырағындағы бала Үргеншбай отбасына ғана емес, отанына қызмет ететін адал ұрпақ бола білді. Соғыстан кейінгі ауыр жылдардың қиындығына қарамастан, білім мен еңбек етуден жалықпайтын азамат боп есейді. 1956-1966 жылдары Арал ауданындағы орта білімді кешкі мектепті бітірді. Оқи жүріп еңбек етті. 1964-67 жылдары Қарақұм кеңшарында жұмысшы механизатор болып жұмыс жасады. Санасы сәулелі, ойы озық, жас, үлкен өмірге белсене араласуға ынталы болды. Арманы асқақ, мақсаты өзі үшін маңызды болатын. Арман қоған жас Үргеншбай 1967-1971 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының тарих факультетін тамамдады. Ең алғашқы еңбек жолын Арал қаласындағы номері 15 қазақ орта мектебінен бастады. Бір жыл еңбек еткен соң, өзі бір кездері механизатор боп еңбекке араласқан ортасы Қарақұм ауылына мұғалім боп қайта оралды. Салмақты да сабырлы мінез, білімділік пен байыптылық, өз ісімен өнеге көрсететін, қолынан келген жақсылығын ешкімнен аямайтын қасиеті ұжымды бірден баурап алды. 25 жасында мектеп директорының орынбасары қызметіне тағайындалып, 8 жыл абыройлы қызмет атқарды. Ол кездер пионер, комсомол ұйымдарының шарықтап тұрған кезі болатын. Білім сапасы мен тәрбиенің тәлімін ұштастырып, мектеп абыройының асқақтауына зор үлес қосты. 1983 жылдан 2012 жылға дейін номері 248 орта мектебінің директоры қызметін абыройлы атқарды. Екі дәуірдің куәсі, кеңестік кезең мен тәуелсіз Қазақстанның тұсында еңбек етіп, білім саласына қосқан толағай табыстары мен нәтижелі істері қаншама десеңізші. Мектептің өсіп өркендеу, кемелдену кезеңдері тікелей Үргеншбай Қыстауылының есімімен байланысты. Өз ұжымында әріптестердің әрқайсысымен тіл табысып, аз сөйлеп, көп іс тындыратын, ауызбіршілікті ойлап, әділет жолын нұсқайтын білікті басшы болды. Азаматтық биіктігі мен адамдық тазалығы жарасқан жан, жас мамандардың жұмысына асқан көрегендік пен педагогтық сын көзқараспен қарайтын. Өзінің әділ де шыншыл сын пікірлерін жеріне жеткізіп айта білгендіктен мектеп кадрлары мықты боп қалыптасты. Өзінің жылы жүзді, сабырлы қалпын өзгертпей, нақты дәлелдермен талап пен тәртіпті ту ете отырып сөйлейтін ұстаздық үлгі өнегесін көрген жастар қазір өзіндік педагогикалық шеберліктері қалыптасқан мектептің бетке ұстар ұстаздары болып табылады. Үргеншбай ұстаздың іскерлігі мен ұйымдастырушылық қабілеті, өз ісіне адалдығы мен еңбекқорлығы туралы көп айтуға болады. 40 жылдан аса білім саласында істеген абыройлы еңбектері оны өз биігіне шығарды. Ол басшылық жасаған мектеп бүгінде облыс, республикаға танымал білім ордасына айналды. Абыройлы еңбегінің арқасында ұстазға лайықты атақ марапаттарды, сондай-ақ қоғам жанашыры ретінде
халықаралық қазақ тілі қоғамының, Нұр Отан партиясының құрмет грамоталарымен, аудандық, облыстық әкім және білім бөлімінің алғыс хаттарымен бірнеше мәрте марапатталды. Өлкетанушы ғалым ретінде Арал өңірінің тарихына байланысты 70-ге жуық танымдық зерттеу мақала жазып, 2 кітабы жарық көрді. Үргеншбай Қуат шығармашылық шыңына шыққан тұлға. Үргеншбай Қыстауылы мектепте 29 жыл басшылық қызмет атқарған кезінде өзін қарапайым адамгершілігі мен ұйымдастырушылық қабілеті мол, іскер де білікті басшы және ұлағатты ұстаз ретінде көрсетті. Зейнеткерлік жасқа жетіп, жан жары екеуі 5 баладан 11 немере сүйіп, мерейлі отбасына айналды. Әлі күнге дейін мектеп пен қоғамның жанашыры боп, іс шараларды бірлесе атқарып келеді. 70 жасқа толған ұлағатты ұстазға, ел ағасы Үргеншбай Қыстауылын мерейлі туған күнімен құттықтаймыз. Елдің бағына туған, білімнің шырағын жаққан ұстаз есімі асқақтай берсін.